Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін маклюбе дайындайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Ол үшін бізге 100 грамм күріш, бір дана тәтті бұрыш керек, бір пияз, 2 картоп және 2 сәбіз, қалауыңызға қарай тұз, куркума керек. Еттің орнына жылқының чожығы, жарты чожық жеткілікті. Ең бірінші етті жақсылап, суы тартылғанша жақсылап қуырып аламыз. Күрішті жақсылап жуып алып, куркумамен бірге кішкене сұйық майға араластырып, 3 минуттай қуырып аламыз. Келесі кезекте ыстық майға картопымызды салып, екі жағы сарғайғанша қуырып аламыз. Келесі кезекте сәбізді де екі жағын жақсылап қуырып, сарғайтып аламыз. Тәтті бұрышты да бірнеше секундқа қалдырып қуырамыз. Атысымызға 2 қасық сұйық май құйып, пияз, сәбіз, бұрыш, картоп, күрішті жаймалап салып, 100 грамм су қосып, баяу отта 1,5 сағатқа қалдырамыз. Мінекей біздің маклюбеміз дайын болды. Енді атысымызға төңкеріп, оның қасына қияр мен қызанақтан салат жасап, және айран қосуларыңызға болады. Бүгінгі видео сіздерге ұнады деген сенімдемін. Лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.